Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі бізде каналдағы жаңа рецепт ол муравейник. Муравейник 1980 жылдан бастап үй жағдайында жасалынып кең таралған екен. Оның қазақша баламасы құмырсқа үйлеуі деп аталады. Қонақ келген кезде қоюға немесе осылай сәнде етіп, мысалы қонаққа бара жатқан кезде қолыңызға ұстап апарсаңыз, мұнда сізден ерекше сыйлық болады. Муравейникті торт ретінде жасасаңыз да өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ендігі кезек біздің тестімізға дайындау үшін 2-ақ ингредиент керек болады, яғни 2 тағамнан жасайтын боламыз. Оған ең алдымен сары май және ұн қажет болады. Әрине сары майымыз міндетті түрде 72-82% болуы міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Әрине бірақ 82 жайлау немесе тағы басқа сары майларды қолдансаңыз болады. Мен сары майларды да және маргариндерді де осы муравейникке қолдана беремін. Сары майымызды ерітіп болғаннан кейін оған ұнымызды барлығын төңкеріп салып тастамаймыз. Аз-аздан салып отырамыз және түрде ситадан өткізіңіздер. Және де егер сары майыңыз ыстық болатын болса, оның кішкене суын күтіңіз, себебі ыстық күйінде сары майымыз онда көп сіңіретін болады, кейін сіз оның қатты болып кеткенін байқамай қаласыз. Егер сізге көлемі үлкен деу керек болса тестінің, онда кішкене средний, яғни орташа ыстықта салсаңыз болады ұнды. Және сіз бұл тестіні бір қолмен ғана араластырыңыз, екі қолмен күшке салып, ол қатты болып кетуі мүмкін. Сондықтан жаймен барлығын араластырамыз. Және де сіздің сары майыңыз өте қатты суып кетпеу керек, себебі сіздің онымен араласуы қиын болып кетеді. Орташа ыстықта араластырып аламыз. Менің ыдысым кішкене тарлау болғандықтан үлкендеу ыдысқа ауыстырып араластырып алсаңыз болады. Кейін осылай салафанға саламыз. 1-2 сағатқа морозилинге салып қоямыз. Немесе өзіңізге ыңғайлы болса, егер үккіштен өткізуге, онда 1 минутқа қойып алып, осылай теркадан өткізіп пісіре берсеңіз болады. Және де айта кететіндей, осылай тестіңізді готовы етіп жасап қойып, морозилинге сақтасаңыз болады. Мысалы, кез келген уақытта, қонақ келген кезде немесе өзіңіз жегіңіз келген уақытта алып пісіріп араластырып жей берсеңіз болады. Менде мұнда 180 граммдай сары май кетті. Енді оған ұнды мен өлшем грамм жазған жоқпын, себебі ол әр ұнның тығыздылығы әртүрлі келеді. Сондықтан жаңағыдай видеода қандай болып тұр, ұстағанда жаңағы қалпы, түр, көлемі сондай қалыпқа енген кезде ұнды салуды тоқтатыңыз. Енді осы табамызға салған сала дайын болып қалған кезде осы күштен өткізуіміз, сол кезде пешімізді қыздыра береміз. Және де осы күштен өткізіп жаттырған кезде біз қалың етіп орналастырмаймыз. Осылай қолымызбен орналастырамыз орындарына. Және де тез-тез істеген жақсы, себебі біздің сары майымыз еріп, жаңағыдай жабысып, бір-біріне орналастыруға келмей қалады жағдайы. Пешімізге 10-15 минуттай пісіріп аламыз, немесе әркім пештері әртүрлі. Егер сіздің пешіңіздің үстіңгі жағы қызартпай пісіретін болса, онда аударып пісіріп алсаңыз болады, ешқандай да кедергі емес. Міне бізде пісті, осындай уже піскеннен кейіннен уже осындай үгілмелі болып жатыр. Пешім үстіңгі жағы қызартпайды, сондықтан аударған болатынмын. Және де пергаментті салу міндетті емес, себебі табаныңызға жабыспайды. Оның құрамында сары май болғандықтан. Ендігі бізге кремімізге сгущенка немесе варенье сгущенка араластырамыз. Және айта кететіндей, сіздің бұл кремға өзіңізді қалауыңыз бойынша Мен айта кетейін, ең жақсы рецепті. Егер осы сіз муравейникті пісіріп болғаннан кейін ыдысқа аударамыз ғой, үлкен ыдысқа. Сол ыдысқа аударғаннан кейін сразу
жареный арахис болады, яғни сыртында қызғылтау қабы болады. Қазір мен мына шетте суретін қойып кетемін. Соның сыртын ашып, осы үгіттеп, оқтаумен немесе блендермен үгітуге болады. Оқтаумен үгіткеніңіз өзіңізге ыңғайлы, себебі блендер өте қатты уақыт жібереді. Кейін креміне мен сгущенканы қолдандым. Тек ақ түрін емес, вареный сгущенканы да қолдануға болады. Мен сгущенка және медті араластырдым, дәмі кішкене ерекше болу үшін. Осының ішіне арнайы орналастырып, оның бетін түрлі етіп сәндеуге болады. Егер сіздің осылай жасауға жаңағыдай неңіз жұмсақ болып жатырса тестіңіз, онда кішкене холодильникке қатырып алсаңыз болады. Сонда қалыпқа еніп, сіздің неше түрлі формаларға келе береді. Формасын келтіру үшін бізге осындай румка керек. Әрине, ол міндетті емес, қолыңызбен жасай берсеңіз де болады. Егер алуға ыңғайсыздық тудырып жатса, онда румкаңызды сулап алыңыз, сол кезде тез түседі. Бұл рецептпен 10 жылдай көлемінде әзірлеп жүрміз. Әрі тез, әрі үйден табыла қоятын тағамдардан жасалады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Мен әр сәрсенбі және де жұма күндері рецепт салатын боламын. Әрине кей кезде қолайсыздықтар үшін бейсенбі күні шығып қалып жатады. Жаңа айтқанымдай, міндетті түрде осылай формаға келтіріп жасаудың қажеті жоқ. Араластырып, осындай ыдысқа салып, кейін бетіне мак немесе шоколадты күштен өткізіп қойсаңыз болады, өте әдемі кетеді. Мына формалы муравейниктерге сізде Қазақстан немесе тағы да арахисі жоқ, яғни ештеңесі жоқ шоколадты таңдағаныңыз жөн. Менде мейізі бар және де арахисі бар шоколад екен, сондықтан бұған келмей қалды. Әрине сәндеуіңіз өзіңіздің қалауыңызға, фантазияңызға байланысты. Міне бізде керемет муравейниктер дайын болды. Осы күйінде осындай қорапқа салсаңыз, сыртын байлап, қонаққа барған кезде ұстап барсаңыз, өте әдемі сыйлық болады. Егер дайындап жатырсаңыздар, бізді белгілеуді ұмытып кетпеңіздер Инстаграмда. Дәмі өте ерекше, жұмсақ. Көріп тұрғандарыңыз келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.